Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен өте жылдам пісетін, жұмсақ, өте нәзік кекс пісіретін боламыз. Шоколадты және де бұл кекстің ерекшелігі мультиваркада піседі. Кейбір торттарға бисквит ретінде қолдансаңыздар да болады. Мүлдем шығарған кезде түсіп қалмайды. Өте дәмді, ерекше болып шығады. Видеоның соңына дейін көріңіздер, дайындап көрейік. Бізге ең алдымен сүт және де сұйық майымызды осылай араластырып құйып аламыз. Одан кейін барып бірденен қантты саламыз. Осылай екеуін жақсылап араластырып аламыз венчиктің көмегімен. Бізге миксердің қажеті жоқ. Кішкене 1 минуттай араластырғаннан кейін бетіне жұмыртқамызды саламыз. 2-ақ жұмыртқа кетеді. Ингредиенттердің барлығын описанияның астына қалдыратын боламын. Қарап жасаңыздар. Осылай екеуінде жарып, салып, венчикпен жақсылап араластырып жібереміз. Осы сұйық массамызға бірденен құрғақ массалардың барлығын електен өткізіп саламыз. ұн қопсытқыш және какао және де шым тұз салынады. Бұл массаны жақсылап араласқанша тек қана венчиктің көмегімен араластырасыздар. Мультиварканы дайындап, ішіне сары майды жағу керек. Массаның барлығын бірденен құю керек. Менюда выпечканы басып қойдым. 40 минутта, 50 минутта пісіп шығады. Піскеннен кейін мультиварка өзі өшеді. Одан кейін 10 минут бойы бетін ашпай қойып қоясыздар. 10 минуттан кейін шығарып, өзінің пароваркасына осылай салып қойып қойдым су үшін. Көріп тұрғандарыңызда ешқандай да басылмайды, өте әдемі, дәмді болып шығады. Бірденен кесіп жей берсе де болады. Мен бетіне қант ұнтағын септім. Шоколад ертіп құюға да болады, немесе жидектермен де әсемдеуге болады. Өздеріңіздің фантазияларыңызға қарай әсемдеп қоюға болады. Немесе ортасынан арасын бөліп, бисквит ретінде крем жағып қолданса да болады. Барлығына келе беретін бисквит. Кекс ретінде біз осылай жеген жақсы көреміз. Міне, кесіп көрсетіп жатырмын. Қатты суымай, жылы күйінде кестім. Сонда да мүлдем өзгеріс болған жоқ. Міне, түспейді. Менің рецептіммен жасап көріңіздер. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Қолдауларыңызға рахмет. Ас болсын, сау болыңыздар.